Сәлем, ертегілер елінің тыңдармандары. Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз алтын санаған аштан өледі деп аталады. Қай заманда өткені белгісіз, сағат есінде үрерге иті жоқ, сіңір шыққан қу кедей болыпты. Ол бірде аштықтан көзі қарайып, бас ауған жаққа қаңғалақтап келе жатыпты. Әбден қалжырап, ұйқы меңдеген байғұс сәл тынығып алайын деп бір құмайт жерге жантая кетіпті. Арқасына аяздай батқан жоқшылық ұйықтаса да қыр соңынан қалмаса керек. Түсінде де осы азаптан бас сауғалап қашып келе жатса, алдынан сақалы белуарына түскен аппақ қудай қария шығады. Жарлының жолын кес-кестеп, оян. Өзің жантайған құмайттың оң жағына қарай 10 қадам жүрсең, ескі жертөленің орны бар. Сол арадағы қираған ошақтың астын сынық сүйемдей қазсаң, Сүлеймен саудагердің былғары әмияны табылар. Әмияның аузын ашып жапқан сайын ішінен бір теңгелік алтын ділді аласың. Енді қалған өміріңе бұйырған осы несібені қанағат қылсаң, қарның тояды дейді де ғайып болады. Жүрегі алып ұшып орнынан атып тұрған сағат ұйықтаған жерінен оңға қарай 10 адым аттайды. Опырылған жертөленің оқпандай орнына кезігеді. Құлаған ошақтың орнын тырналап қазып жатып, осыдан шалдың айтқандары расқа шығып, бір ділді тапсам тойынып тамақ ішермін. 2 ділді тапсам, дүние-ай, бала-шағамның жүрегін жалғар едім. Егер 3 ділдаға жетсе, әйеліме арнап көйлек сатып алар едім деп қиялдайды. Шалдың берген аяны айнымай келетте, айтқан орнынан әмиян табылады. Бір ашса бір ділді, 2 ашса 2. Әмиянды жүз ашқанда, үйіліп жатқан ділдаларды көзімен жей отырып, Қарақұмның қақ ортасынан хан сарайындай күмбезді үй салуды армандайды. Қарынын ашқанында, балаларында, бұл дүниеде әйелінің бар екенінде ұмытады. Көзіне қызылды жасылды дүние елестеген сағат 1000, 10 000, 100 000, миллион рет ашамын дегенше, арада 2 күн өтіпті. Өстіп отырғанда, дүниеге қатты мастанған бейшараның аштықтан соңғы демі үзілген екен.